Ауду биллахи минаш-шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті бауырлар, қасиетті Рамазан мүбарак болсын. Менің қолымда кітап Джамил Васая фид-дин ва дуния. Осы дүниеде және ақыретте де жалпы өсиет деген кітап. Осының ішінде мұсылманның алдында 25 ақысы деген, яғни 25 міндеті бар. Сол жайында иншалла дәріс өтемін. Демек бауырлар, біз Аллаға шүкір мұсылман халықпыз. Аллаға иман келтірген. Сол мұсылманның алдында міндеттеріміз бар екен. Ол бір-біріміздің алдымызда істелінуі тиіс болған міндет. Соның ең алғашқысы айюхибба лил муъмин ма юхиббу ли нафсихи ва якраху лаху ма якраху ли нафсихи. Мұсылманның алдындағы бірінші міндеті өзіне жақсы көрген әрбір жақсылықты өзге мұсылман бауырына да жақсы көру. Өзіне жақсы, дұрыс көрмеген әрбір мәселені өзге мұсылмандарға да дұрыс көрмеу деген мәселе. Бауырлар, бұл өте үлкен мәселе. Міне біз мұсылман болғаннан кейін өзімізге жақсылықты қалаймыз. Жолымыздың ашық болғанын қалаймыз. Әрбір шаруамыздың өрге дөңгелей бергенін қалаймыз. Дәл сол нәрсені өзгеге қалау керек. Яғни өзге мұсылманға қалағанда барып, сіздің ойлап тұрғаныңыздан да артық сіздің шаруаңыз іске аса бастайды. Өйткені Алла субхана ва тағаланың шариғаты осыны айтып тұр біздерге. Демек, мұсылман адам өзінің құқығын қалай қорғаса, өзгенің де құқығын солай қорғау керек. Яғни біреу жымқырып қалу, біреудің көрмей тұрған кезде, байқамай тұрған кезде оны пайдаланып қалу, Алла тағала сіздің де соны пайдаланып қалатын адамдар сізге жеткізеді. Яғни сіз байқамай қалдырып қояды Алла тағала. Яғни сізді бір күн біреулер жымқыратын болады. Өйткені сізді біреулер жымқыратын болсаңыз егер, ал өзіңізді жақсы көргенді өзгеге де жақсы көретін болсаңыз, яғни өзіңізге жақсы көрмейсіз. Мысалы, бір нәрсенің кемшілігімен оны сізге жасырғанда жек көресіз ба? Демек, сізді бір нәрсені біреуге сатсаңыз, біреуге бірдеңені берсеңіз, оның кемшілігімен айтып сатыңыз. Айтыңыз, міне мынандай кемшілігі бар. Ұнаса ал бауырым, ұнамаса енді білмеймін деп кемшілігін бәрін айтып, сондай қылсаңыз, Құдай қаласа, өйткені сіз өзіңізге дұрыс көрмегенде өзгеге де дұрыс көрмей оны әшкерелеп жатсыз. Сол кезде барып біз мұсылманшылығымыз толық болады иншалла. Сол кезде барып Алла тағала біздің өмірімізге, ісімізге, уақытымызға, білімімізге баршасына Алла тағала берекет береді екен. Бұл жайында Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Масал муъмин фи тавадихим ва тарахимихим камасал жасадил вахид." Момын мұсылмандар бір-біріне мейірімділікте, бір-біріне көмекші, жанашыр болу жағынан адамның денесі секілді деді. "Иза иштака минху адун тадалаху сайруху бил хума ва саху." Денесінің бір мүшесі ауыратын болса, ол түнімен ұйықтамастан таңда аттырып бүткіл денесі де ояу болады деді. Яғни ол деген сөз, момын мұсылман адам өзгелерді де ойлайды, өзгелермен бөліседі, оларға да жақсылықты сыйлайды. Солардың жақсылығын сыйлау арқылы Алла тағала сізге жақсылықты еселеп бере береді. Өзгенің жақсы болып кетуіне, аяққа тұрып кетуіне көмектесіп, соның қамын ойлап, қайтсем соған көмектесе аламын деген сайын біліңіз, Алла тағала сізге көмектесе береді. Бүгінгі дәрісіміз осы болды бауырлар, иншалла. Демек, біріншісі мұсылманның алдындағы міндеті өзіне жақсы көргенде өзгеге жақсы көру, өзіне жақсы көрмегенде өзгелерге де жақсы көрмеу.